Бір бозбала Кинта есімді сұлу қызды көріп ғашық болып қалады. Сол қызға үйленбекке көңілі кетіп, бұл ниетін әкесіне сездіреді. «Ұлым», дейді қария сонда, «алдымен балгерге барып бала аштыр. Қызға қайтсем қолым жетеді» деп кеңес сұра. Балгер алдына келген жігіттің арыз-арманын тыңдап болып мынандай ақыл айтыпты. Қызға барғанда Нуцуыңды ала шық. Қыз саған қарамаса, дегеніңе көнбесе, дереу Нуцуыңды шертіп, ән шырқа. Жігіт балгерге алғысын жаудырып үйіне қайтады. Содан Нуцуңдуын қолына алып, қыз тұратын қыстаққа тартады. Қыстақтың шетіне кіре бергенді Кинта кездесе кетіпті. Жігіт оны қонаққа шақырып, ары үгіттейді, бері үгіттейді, бірақ Кинта қыз құлақ аспайды. Ақыры сөзі таусылған жігіт Нуцуңдуын шертіп жіберіп әндете бастайды. Нуцуңду үні көкке өрлеп қалықтайды. Кинта сұлу тыңдаудан жалықпайды. Шақырғанда қасарып әуре қылар, ән салғанда иіліп мойнын бұрар. «Айна, әнің қандай әсем еді» дейді таң тамаша қалған тәкаппар қыз. «Мен сені қыстағыңа шейін шығарып салайын, бірақ ары қарай бір қадамда баспаймын». Хош, сонымен қыз бен жігіт жолға түсті. Жігіт сол екі арада Кинтаға ұнап қалып еді, бірақ қыз мұны сездірмеуге тырысты. Жүре олар жігіттің қыстағына да жақындады. Қыз ел қарасы көрінісімен тоқтап, кері қайтатынын айтты. Жігіт қанша қиылғанымен Кинта кете бермек еді. Жігіт қыздың иығынан еппен ғана ұстап, өзіне қаратып, сыпайы үн қатты. «Кетпеші, азырақ аялдашы» деді. Сөйдеді де, жалғыз ішекті қағып жіберіп қоңырлата ән шырқады. Нуцуңду үні көкке өрлеп қалықтайды. Кинта сұлу тыңдаудан жалықпайды. «Үйге қайтам, қайыр хош демеп еді». Әнімді естіп, кете алмай бөгеледі. «Айна» деп қыздың көзінен жас шығып кете жаздады. «Неткен тамаша әнші едің. Мейлі, үйіңе дейін еріп барайын, бірақ табалдырықтан әрі аттамаймын». Олар жігіттің құжырасына келді. Жігіт Кинтаға «Үйге кір, қонақ бол» деп еді. «Жоқ» деп қасарысты қыз. «Үйге қайтуым керек». Жігіт қалай жалынса да, Кинта оны тыңдағысы келмепті. Тіпті болмаған соң, жігіт Нуцуңдуын қолына алып әнге басты. Нуцуңду үні құс болып қалықтайды. Кинта сұлу тыңдаудан жалықпайды. Өлең айтса өзімде кемел жігіт, Кинта сұлу үйіме келер кіріп. «Айна», қыз сүйсіне дауыстады. «Болсын, үйіңе де кірейін, бірақ тізе бүкпеймін, мені ұзақ бөгеме». Қыз бен жігіт үйге кірді. «Отырсаңшы» деп жігіт қонағына өзі жататын төсекті нұсқады. «Жоқ, атама» деп Кинта үзілді кесілді түрде азар безер болды. «Отырып дамылдашы азырақ» деп өтінді жігіт. Қыз көнбеді. Жігіт сонда сенімді серігі Нуцуңдуды күмбірлете тартып, елжіреген майда дауыспен мамырлата ән созды. Нуцуңду үні дамылжып қалықтайды. Кинта сұлу тыңдаудан жалықпайды. Отырмайды төсекке, сескенеді. Әнге салсам сол кезде не істер еді? «Айна» деген дауысы шығып кетеді қыздың. Сосын ұяла төсектің шетіне жамбас басады. «Енді жантайып демал, жолдан шаршап келдің» деді жігіт қонағына. «Ертең үйіңе өзім апарып саламын». Бірақ жігіт қанша үгіттеп бәйек болса да қыз көнбей қойды. Тағы да қолға Нуцуңдуды алуға тура келді. Нуцуңду үні үлпілден мамықтайды. Кинта сұлу тыңдаудан жалықпайды. Төсегімде қыз жатса оны көріп, әндетерем ұзақ түн тебіреніп. Жігіттің бұл жолға әнді үзілдіре, нақыштай айтқаны сонша қыз бұдан әрі шыдай алмай. «Айна» деді даусы дірілдеп, жанары жасқа тола толқып. «Мейлің білсін, осында қалайын, тек сен маған саусағыңның ұшында тигізуші болма». Ал ертеңсіне таңата екі жас қол ұстасып әке-шешелеріне барып, үйленетіндіктерін мәлімдеді. Міне, Нуцуңдудың сиқырлы сазының кереметі.